саламатсыңдар ма балдар? Күйіміз қалай балдар? Жақсы. Ал көңіл күйімізді одан да жақсарту үшін ортаға жиналайықшы. Ортаға жиналамыз. Бүгінгі сабақты біз тілекпен емес ұранмен бастайық деп тұрмыз. Біріміз, бәріміз үшін, бәріміз біріміз үшін. Ал енді сабақты ары қарай қызықты өту үшін біз топқа бөлейін деп тұрмыз. Ана жерге сендерге мен кеспе қағаздар қойып қойдым. Сол кеспе қағаздарды алып, әркім өз тобына барып отырады. Кәні? Топқа бөлініп алдым. Бүгін бізде дүниежүзі тарихы, білесіңдер. Ал енді сабақта қарай жалғастыру үшін ең бірінші үй тапсырмасынан бастаймыз. Алдыңғы білімді қайталап алу үшін. Ал бүгінгі сабақтың кім жақсы оқығаны, кім жақсы түсінгені, мен сендерге бағалау парақшасын беремін. Бағалау парақшасы арқылы қай топ жақсы қатысқанын білеміз. Жарай ма? Сол себептен мен сендерге бүгін бір қызықты болсын деп мынандай қоянның суретін шығарып келдім балдар. Осы қоянның суретіне сендер әркім, әр топ өзіне көжектерін жинайды. Жарай ма? Қай топта көжегі көп, яғни сол топ бүгінгі сабақтың мақсатына жетті деген сөз. Жарай ма? Ал енді сол қояндарына балдар, сендер әр тапсырмаға көжек таратып отырам. Түсіндік па? Ал бүгінгі дәптерлеріңді, кітаптарыңды ашыңдар. Үйге берілген тапсырма не еді балдар? Үйге берілген тапсырма ежелгі Қытай ойшылдары. Ежелгі Қытай ойшылдары. Майдан, айтшы, ежелгі Қытай ойшылдары деп кімдерді айтамыз? Ежелгі Қытай ойшылдары Конфуций, Мао Цзи, және кім? Сыма деген тарихшылары бар екен, үлкен ойшылдар бар екен. Ал енді сол үй тапсырмасын қаншалықты жақсы оқып келгендіктерін үшін балдар, мен сендерге қазір мынадай тарихи диктант кеспе қағаздарын қаратам. Осы бойынша үй тапсырмасын қаншалықты білетіндеріңді бағалаймыз. Жарай ма? Қаратып алыңдар. Кетті ма? Бір-біреуден таратып алыңдар. Сол жерге аты жөндеріңді жазамыз. Және қалып кеткен сөздерді толтырамыз. Балдар, болдық па үй тапсырмасын орындап? Енді сол қағаздың төбесіне аты жөндерін жазыңдаршы. Аты жөндерін жазыңдар. Аты жөнімізді жазамыз. Жазып па? Енді сағат тілі бойынша ауыстырамыз бір-біріне. Дұрыс жауапты. Течка орамыз, дұрыс емес жауапты сыз тастаймыз. Кәні? Біздің заманымызға дейінгі 6-шы және 7-ші ғасырда өмір сүрген ежелгі Қытай әйгілі данышпаны Конфуций. Дұрыс па? Дұрыс па? Дұрыс. Ал екіншісі. Конфуцийдің айтуы бойынша билеуші, азамат, әкесі, әке, ал баласы бала болу керек. Ойы сондай болған, Конфуцийдің ойы бойынша бала рөлінде ойнау керек, әке қалпында қалу керек деген ұстанымды ұстанған екен. Дұрыс па? Ары қарай. Нұрайда. Ойшылы біздің заманымыздан бұрын 6-шы, 4-ші ғасырда, 5-ші ғасырда өмір табиғаттың үйлесімділігіне насихаттады. Адам мен табиғатты бір-біріне байланыстылығын насихаттаған екен. Едіге біздің заманымыздан кейінгі 6-шы және 3-ші ғасырдағы Қытайда тағы бір философиялық ілім легизм қалыптасты. Одан кейінгісі. Кәусар, оқышы.
Бесіншісін оқы. Конфуций біздің заманымыздан бұрын 521 жылы дүниеге келген ежелгі Қытай данышпанының аты Конфуций екен, иә? Ал бізде Рамазан деген бала бар еді, 8-шіні оқышы, Рамазан. 8-ді қолына қағазға қарап оқы. Конфуций үш тамаша ақылды. Күн, жылу, ержүрек, ұлы, еңбекқор. Чан екен айтқан екен, иә? Яғни біреуі еңбекқор болған екен, дұрыс па? Соңында Конфуций өмір бойы тәрбиелеп өткен екен сол үшеуі, дұрыс па? Иә, кітаптарында тұр. Ары қарай, 6-ші қалып кетті ма? 6-ші. Оқшы қой. Тезі анасының құрсағында ұзақ уақыт болғандықтан оған кәрі бала немесе мәңгілік ұстаз деген есім берілді. Есім берілген, иә? Анасының құрсағында ұзақ уақыт бойы жатқан екен. Сардар. Лауатсызын ерліккенде жол билеушісінің сарайда мұрағатшы қызметін атқарды. Дұрыс айтасыңдар. Сонымен, дұрыс па? Жауаптарың дұрыс па екен? Енді қаншауы дұрыс балдарын қойып қойсын, ана жерде 11 балдың тапсырма. Содан қанша балдың бар? Мына топтан едігеге Нұрталапқа бір көжектен бара жатыр. Ал, көжектерді ұстамын. Жарайсыңдар балдар, иә? Мұна шаудар бар. Тапсырмасын орындаған үшін әртүрлі түстен берейін, иә балдар, иә? Иә, жабыстырыңдар. Көжектеріңді аналарына алып барыңдар. Көжектеріңді аналарына апарыңдар, жабыстырып қойыңдар. Енді бүгінгі жаңа сабағымызға келеміз. Жаңа сабағымыздың тақырыбы терракота әскерлерінің ежелгі Қытай туралы қандай ақпарат береді деген тақырып кітабымызда тұр. Ал бүгінгі оқу мақсаттары ежелгі мемлекеттердің саяси құрылымдарының ерекшеліктерін сипаттау. Ал енді балдар терракота сөзін түсініп алу үшін мына суретке көңіл бөліңдерші балдар. Мына суретке көңіл бөліңдерші. Қаны, Гүлсая, оқи қойшы, неден? Осы жерден үлкен тарихи маңызы бар тарихи ескерткіш тауып алды. Тауып алды. Яғни балдар 1974 жылы отырауы Қытайдың Цин қаласының бір шаруа құдықтың жағынан бір ескі заттарды тауып алады. Терракоталарды тауып алады. Терракота дегеніміз балдар күйдірілген саз балшықтан жасалған заттар. Ал енді сол терракотаны зерттеу арқылы Қытайдың үлкен тарихи маңызы бар. Мен сендерге қазір осы терракота әскерлері туралы видеоролик көрсетемін. Қытай жерінде 100-ден аса тәуелсіз мемлекет билік құрды. Олар өзара соғыс жүргізді. Бұл соғыстың нәтижесінде ең қуатты 7 патшалық қана Қытайды билей бастады. Қытай тарихында бұл кезең соғысушы 7 патшалық деген атауға ие болды. Біздің заманымызға дейінгі 3-ші ғасырда Ин Чжэннің басқаруымен Цин патшалығының үстемдігі арта түсті. Ол қалған 6 патшалықты өз қарамағына бағындырды. Осылайша біздің заманымызға дейінгі 221 жылы Қытай біртұтас мемлекетке біріктірілді. Ин Чжэн император титулына және Цин Чи Хуанди, яғни тұңғыш Цин императоры атағына ие болды. Мемлекеттің астанасы болып Сяньян қаласы жарияланды. Цин Чи Хуанди елде қатал заңдар жариялап салықтарды көбейтті. Ол өлең шығаруға және аңыз әңгімелер айтуға тыйым салды. Оның бұйрығы бойынша ғылыми және діни кітаптардан басқа барлық кітаптар өртелді. Императорға қарсы бүлік бастау мен қастандық ұйымдастырудың алдын алу үшін елордаға аманатқа ақсүйектер отбасыларының мүшелері әкелінді. Заңды сақтамағаны, бұзғаны немесе оған бағынбағаны үшін адамдар құлға айналдырылды. Құлдар ең ауыр жұмыстарға, қамалдар құрылысы, каналдар және кен ошағын қазу жұмыстарына жіберілді.
Ұлан-Байтақ империя облыстарға бөлінді және оларды билеушінің өкілдері басқарды. Оларды император тағайындады. Патша өкілдері салық жинауды тәртіпті бақылады. Император орта салмақ пен ұзындық өлшемдерін ақша бірлігін кіргізді. Сел шаруашылығы алыс жұмыстары, жол жолақтары, салық салу үшін мол қаражат жұмсады. Императордың саяси ықпалын ішкі адамдарға қорғау үшін 37 сарай салынды. Болсақ, ал әр топ өзінің сипаттамасын айтып өтсін. Иә, балдар, иә? Ең алғаш қай топтан бастаймыз? Сан бойынша бірінші топтан бастай берейік, жарай ма? Ал бірінші топ, сендер өздерге берілген тапсырманы бізге қорғап беріңдер. Ал император кім айтады? Кім бастап береді? Каусар, сен ба? Император ісін жүзеге асырған Инчен атты Цин патшасы болды. Инчен біздің заманымыздан бұрын 221 жылы ұлы билеуші Хуанди атағын алды. Хуанди атағын алды. 221 жылы, иә? Ары қарай. Мадияр? Жетеуі ғана қуатты, жетеуі ғана бәрін жеңді ал Цин патшалығы қалған 6 патшалықтың өз қарамағына иеленді. Осылайша Қытай біртұтас мемлекетке айналды. Дұрыс айтасың. 206 жылы патша өз атағына болып, оның ұлы отырды. Иә, одан кейін Бағдәулет, сен өзің кім айтып? Заң бойынша жерді сатуға және сатып алуға рұқсат берілді. Сөйтіп Цин билеушісі жерді сату және одан салық жинау арқылы мыңдаған қаражат жинап алды. Мыңдаған қаражат жинап, экономикасын дамытқан екен. Иә, ары қарай тағы. Аягөз. Біздің заманымызда 14-ші ғасырда шағын Чин мемлекетінде бірнеше нарық шығарылды. Олардың патшаның Шан Жиян атты жерді сатуға және сатып алуға рұқсат берілді. Сөйтіп Чин билеушілері жерді сату және одан салық жинау арқылы мол қаржы жинап алды. Ал, ары қарай тағы кім? Баугер? Хуанди тұңғыш Цин патшасы деп аталатын болды. Елі 36 әкімшілік бөлікке бөліп барлық мүлік патшаның қолында еді. Ал енді қорытындылап кетейікші бірінші топтың тапсырмасын. Бірінші топтың тапсырмасында мен мына жерде сандарды қорытып кетемін. Сол көздеген сан не білдіреді? Біздің Қытай мемлекетінде 100-ден аса мемлекет бар екен. 221. Инчен атты император 221 біздің заманымыздан бұрын 221 жылы таққа отырды. Ал 7. 100-ден аса мемлекеттің арасында жеті мемлекет қана қуатты болып қалды. Мықты мемлекет, оның ішінде ең мықтысы 7 мемлекет, иә? Одан кейін 6. Баугер. Ши Хуанди 6 мемлекетті өз билігіне алды. Өз қарамағына алып, соны бағындырған екен, иә? 206. 206 жылы патша тағынан қуылып, оның ұлы отырады. Иә, оның ұлы 206 жылы тақтан қуылып, оның орнына өзінің ұлы отырады. Ал, мықты ма? Жақсы топ па? Өздерінің мақсаттарына жетті ма бірінші топ? Бірінші топтың ішінде жақсы қатысқандарға мен көжектерін беріп қойып, кейін соңында топтарды бағалайды. Жарай ма, қалыстар? Аягөз, Баубек, жарайсың, молодец. Иә? Ал, көжектерді мамаларына апарып жақындатыңдар. Болды ма, достар берді ма? Так, ал енді Баубек. Иә? Ары қарай. Бұл естіген археологтар қазу жұмыстарын жалғастыру барысында әлемде жоқ жаңалық ашты. Жер астынан 899 жауынгер әскери шамдардың ескерткіші тапты. Жарайды, әділ. Бұл ескерткішті Чин Хуанди жасатты деп есептеледі. Саз балшықтан үйлескен және бұл ескерткіш пирамида жауынгерлері деп аталады. Градустық температураға күйдірілген немесе 1000 градустық температураға күйдірілген сары немесе қызыл балшық. Қызыл балшық, иә? Бұдан 2200 жыл бұрын жасалған бұл мүсіндер асқан шеберлікті паш етеді. Соншама көптігіне қарамастан олар бір-біріне еш ұқсамайды. Ешқандай
1,95 1 метр 90 сантиметр адамдар биік болады ғой балалар, иә? Ал, тоқталып. Терракотерлық жауынгерлер ежелгі Қытай мемлекетінің әскері, әсіресе оның армиясының қуаттылығына патша етеді. Терракотерлық әскерлер ұлы Қытай қорғанымен Шаюлани монастыры сияқты әскерлер Терракота әскерлері деген топтың жасаған кластерін қорытындылады. Кәдімет 1974 жылы қазіргі Сиям қаласының маңынан 5 метр тереңдікте ежелгі жауынгердің ескерткіші табылды. 8,900 ал Жер астында 899 жауынгер мен әскери аттардың ескерткіші табылды. 195 кім айтады? 195 деген сан. Олардың ерекшелігі олардың 190-195 бойының ұзындығы екен, жарайды. Ал барлықтарын жауап бір көжектерді беріп қояйын, иә? Одан кейін ең соңында болды. Осы топтардан ерекше қатысқан оқушыларға көжек беремін. Ал үшінші топ арбалет. Арбалет дегеніміз не? Жаңа айтып өттім, не екен? Кім айтады? Рамазан деген терракоттың қару-жарағының бірі. Терракот әскерлерінің қолданған қару-жарақтарының бірі екен. Жарайсың, Рамазан. Сен үшін маған бір көжек беріп қойшы. Ал, енді өздерінің топтарына берген тапсырманы қорғаймыз. Кім бастайды? Кім бастайды? Рамазан бастай ма? Ал, Рамазан. Біздің заманымызда 1-ші ғасырларда мемлекетінен бірінші заң шығарылды. Иә, заң шығарылыпты. Ары қарай не істепті? Тәнім. Ары қарай кім? Сардар? Бұл солтүстіктегі көшпелілерден қорғаныс үшін тастан, құмнан, кірпіштен құрғызды. Оның биіктігі 10 метр, ұзындығы 4000 километр. Оның үстінен 4 атты адам жүретіндей қалың етіп салынды. Оның атын ұлы Қытай қорғаны деп Атырай деген, ұлы Қытай қорғаны деп атайтын. Ары қарай. бұл өзі әлемдегі алғашқы және әзіргі соңғы ірі қорған. Оның үстіндегі жерден жауды алыстан бақылау үшін мұнаралар тұрғызылған. Ары қарай. Дегенмен ұлы Қытай қалалары мен мұнаралар салу үшін көптеген қаражат керек еді. Сондықтан ауыр Тыңдаймыз. еңбектерге халықтарды Жарайсың. Біздің заманымызда 3-ші ғасырдың соңында билікке хан әулетінің билеушілері келеді. Бұл кезде елдің сыртқы саудасы біршама өркендей түсті. Әсіресе Уди атты билеушінің басқыншылық саясат жүргізді. Ол түстіктегі үнді Қытай еліне жақындады. Бұдан соң ол батыстағы бай елдерге көз тікті. Оларға баратын жолды барлап қайтуы үшін арнайы елші керуеніне жіберілді. Керуен Чан басқарды. Ол ұзақ жүріп Ферғана, Хорезм және Бактерия елдеріне жетті. Сөйтіп Қытайдан орталық Азияға баратын жаңа жолды ашты. Қарақат. Бұл жолды өзіне қарату үшін екі ірі жорық жасады. Бірінші жорығында Лобнор көліне дейін жетті, ал екінші жорығы Ферғанадан уақытша барғыздырды. Жарайсың. Қорғанның биіктігі 10 метр екен, иә? Ал, Гүлзая, айта қойшы. 4-5 деген сан нені білдіреді? Біздің заманымызда 4 шағын мемлекет
Дұрыс па? Ұлы Қытай қорғанына байланысты мақұл 4-ші ғасырда зат шықты, одан кейін тағы 4-5 деген нені білдіреді? Қане? Сардар, сен айттың ғой мына жерде. Ұлы Қытай қорғанымен 4-5 қатар әскер жүруге қауқары бар екен, дұрыс айтасыңдар. 4000 деген нені білдіреді ал? 4000 деген Рамазан. 4000 деген нені білдіреді қарағат? Километр үстіне алтын адамды қатар жүретін алтын қабырғасы қалың етілген 4000 километрді алып жатқан қандай қорған екен? Ұлы Қытай қорғаны. Ұлы Қытай қорғанын жалпы айтыңдаршы, Ұлы Қытай қорғанын не себептен салдыртқан? Тек көшпелілермен салдырған Сардарым Рамазан айтамын. Көшпенділерді Кімді оқып тұрады? Сардар сізді оқып тұрып жіберші. Жанындағы елдерден Көрші елдерге қорғану үшін Ұлы Қытай қорғаны деп соны салдыртқан. Ал енді Ұлы Қытай қорғанын балды әлемдегі ең ұзын зират деп атайды екен. Не себептен деп ойлайсыңдар? Өйткені оның ұзындығы 4 километр. Зират деудің себебі не? Өйткені ол жерге соғып жатқан кезде адамдарды сол жерге көміп жергілікті болған, иә? Ол жерде қандай адамдар жұмыс істеген деп ойлайсыңдар? Кімдер жұмыс істеген? Қолдар жұмыс істеген, иә? Шаруалар. Ол жердегі жан-жақтан жаулап алған жерлердің халқын қол қылып, сол жерде құлдықта ұстаған халық сол Ұлы Қытай қорғанын салып берген екен, иә? Ал енді балдар, Ұлы Қытай арбалет тобының көжеттері келе жатыр, иә? Осы жерде ерекше тағы да Рамазанға беріліп отыр, иә? Өте жақсы сабаққа қатысып отыр. Тағы кімге берді? Берді ма, болды ма? Ал балдар, бүгінгі жаңа сабағымыздың маңызды жерін өттік. Енді сабақты қорытындылай келе, бүгінгі тақырыбымыздың мақсатына жету үшін сабақты қорытындылаймыз. Жарай ма? Енді қорытындылау үшін балдар, терракота әскерлері баға жетпес олжа деген мынандай кестені ауызша орындаймыз. Түсіндік пе? Иә жоқ әдісі арқылы әр топтар қол көтеріп жауап береміз. Жарай ма? Ал Сардар бірінші қол көтеріп отыр мына топта. Ченси провинциясының оңтүстігіндегі қаласынан 899 терракота мүсіндер мен олардың аттары танылды. Рас па? Жоқ. Ақиқат па? Жалған ба? Ақиқат. Я. Екінші, едіге. Ол әлемнің 8-ші кереметі аталды. Дұрыс па? Иә ма? Жоқ. Әлемнің 7 кереметінің ішінде терракота әскері жоқ, иә? Яғни ол деген қате едіге дұрыс жауап бере алмай қалды, иә? Үшінші. Дұрыс жауап берген топқа жылдары билікті еткен Чин Шуан императорының мүсіндері әскері. Қате ма? Қате, иә? Ал, дұрыс жауап берген үшін бір қоян екші. Ал, арқарай, кім жауап береді тағы? Тағы да кім жауап береді? Арбалет тобынан. Рамазан сен ба? Ал. Дұрыс. Рамазан. Осы арбалет тобы жеңілді. Қауша. Дұрыс па? Дұрыс емес па? Ақиқат. Дұрыс қой?
беріп шығады, содан кейін барып есептейміз, жарай ма? Мына топтан 7-ге, Әділетке берем. Мына топтан Рамазанға берем, Сардарға берем, бұл топтан өте жақсы қатысқан, иә? Одан кейін мына топтан Марияға берем, Бағдәулетке берем, Кәусарға берем, Аягүлге берем. Баубекке береді екен. Топқа мен бір бал қосып беремін. Ақма? Ал енді мынаны жауап беріңдерші. Мен не үшін? Мынандай смайликпен балдар, енді дұрыс айтасыздар. Менің істеп келген суретіме байланысты сендер жауапты дұрыс тапқан үшін мен император тобына бір көжек берем. Сонымен көжектерін санаңдар. 16 ма? 16 сендерде, 15 сендерде, 12. Сол себептен ең бірінші алтын жұлдызды мен мына топтың осы сендерге берем. Жарай ма? Ал сендерге берем. Екінші бізде қайсысы olur? Қола, иә? Обрез бал жинаған қола тобына, арбалет тобына берем. Одан кейінгі жүзде бізде терракота әскерлеріне. Түсініп па? Ал енді балдар, енді бұлай істейміз. Енді бұлай балдар. Бүгінгі тапсырманың мақсатына жеттім деп ойлаймын. Енді сол мақсатқа жеткенімізді дәлелдеу үшін сендер маған кері байланыс бересіңдер. Сол алдықтарындағы көжектеріне кері байланыс жазды. Бүгінгі сабақ қалай өтті? Түсінді ма? Сайтын жабыстырып маған жиелесіңдер. Сол жерге қоя салыңдар. Сабақ қандай өтті? Жақсы өтті ма? Түсінбей қалған жерлерің бар ма? Соны маған жазып, сол жерге қойыңдар. Одан кейін үй тапсырмасын беремін. Ашып үй тапсырмасын алып аламыз. Күнделіктерін ашамыз, үй тапсырмасын жазып аламыз. Үйге тапсырма. 20-шы параграф оқу. 20-шы параграф оқып, түсінік айтып келеміз. Түсіндік па? Ал енді ерекше топтарда мақтанар мақтай қылып айтатын бізде мына император тобына Мадияр, Бағдәулет жарайсыңдар, Каусар, Аяжан, Аякөз жарайсың. Арбалет тобына Рамазан жарайсың, Сардар жарайсың, Айжұлдыз жарайсың, Күнсая жарайсың. Ал мына топтан бізде Едіге, Әділет, Қарақат жарайсыңдар. Жарай ма? Ал бір-бірімізге